Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі сұрағымыз имам болған кісі сол имамдығына ниет етуі керек пе деген мәселе төңірегінде болмақ. Осыған байланысты мынандай бір сұрақ келген екен. Біз үйде әйелім, қызым, ұлым жамағат болып намаз оқимыз. Сонда мен имам болам. Осы жерде мынандай сұрақ туындайды. Бұл жағдайда имам болған адам қалай ниет етуі керек? Және тағы сұрайтыным, кейде әйелім екеуміз ғана намаз оқитын жағдай болады. Бұл жағдайда да имам қалай ниет етуі керек? Алдын ала рахмет деген екен. Бұл сұрақ Қанат есімді қандасымыздан жолданған. Ниет дегеніміз не нәрсе істейтіндігіне іштей оқталу дегенді білдіреді. Соны орындауды діттеу дегенді ұғындырады. Ал енді имам болатын кісі имамдығына ниет етуі керек пе дегенге келер болсақ, егер де тек қана ер жамағаты болатын болса, еркектер жамағаты болатын болса, ұйып тұрғандар, онда имамдығына ниет етуі шарт емес. Алайда әйел жамағаты да ұйып тұрған жағдайда, ондай кезде имам болатындығына ниет етуі керек. Сондықтан да үйінде әйелімен, қыздарымен бірге намаз оқитын кісі әйел жамағатына да имам болатындығына іштей оқталып, соны іштей сезінуі керек. Ниетті тілмен айту шарт емес. Арттағы ер және әйел жамағатына имамдық ететіндігіне оқталып, сонысын іштей сезініп жатса, соның өзі ниет болып есептелінеді. Ал енді ниет айтам деген кісі арттағы әйел жамағатында ескере отырып, былай деп айтса болады: Аллахым, сенің ризалығың үшін пәлен уақытылы намазды өтемекке және арттағы жамағатқа имам болуға ниет еттім. Халиса лиллахи та'ала, Аллаху акбар деп намазын бастап кете беруіне болады.